Дорама сериал көретін адамдар мүлде түсінбеймін. Дорама сериал көретін адамдар көбінесе қияли болып келеді. Менің көп таныстарым, құрбыларым біз кездескенде, олар дорама сериалдарды айтып, талқылап отырғанда өзімді жалғыз шетте қалып қойған сияқты сезінетінмін. Ал негізінде мен реалистпін. Осы реалисттің арқасында мен арнайы педагогика саласын бакалавр, магистр, сонымен қатар нейропсихология, ортопедия оқуларын оқыдым. Сондықтан да мен ғылыми дәлелденген ақпараттарды ғана оқимын. Үнемі өзімнің дамуыма инвестиция жасаймын. 15-тен аса маманың жауапкершілігі, 60-тан аса ата-ананың және балалардың жауапкершілігі менің мойнымда. Себебі орталыққа келетін әр баланың өмірге бейімделуі, сөйлеп кетуі ол менің жауапкершілігімде. Дұрыс диагностика жасау, арнайы білімді қажет ететін балалардың әлеуметке бейімделуіне 10 жылдан аса қызмет етіп келемін. Және жас мамандарды онлайн, офлайн түрде шәкірт тәрбиелеп келемін. Дәл осы дорама көрмеу минусымды мен плюсқа айналдырған кезде өзімді құнсыздандыруды қойдым. Дәл осы видеоны өзіңіздің жақын таныстарыңызға, дорама көрмейтін, сериал көрмейтін адамдарға жіберіп қойыңыз. Олар да өзінің қандай успешный екенін біліп жүрсін.